Ассалаумағалейкум баршаңызға. Арнаға қош келдіңіздер. Мазмұнды бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қырғызстан президенті Сооронбай Жээнбеков мемлекет құқық аясына оралғаннан кейін қызметінен кетуге дайын екенін мәлімдеді. Мемлекет басшысының мәлімдемесі 9 қазанға қараған түні президенттің ресми сайтында жарияланды. Жээнбеков мәлімдемеде елдегі саяси жағдайдың әбден ушыққанын айтқан. Жағдайды реттеу үшін келесі қадамдар жасауымыз керек. Жоғарғы кеңеске сайлау нәтижесі жойылды. Енді қайтадан парламент сайлау белгіленуі тиіс. Мұндай шешімді орталық сайлау комиссиясы қабылдайды. Бұл шаралар қазіргі күрделі ахуалды сәлде болса қалыпқа келтіреді, деді президент. Ол сонымен бірге дағдарысқа дейін істеген премьер-министр мен үкімет мүшелерін отставкаға жіберу қажеттігін айтып, бұл заңды тағайындауларға жол ашады, деді. Премьер-министр мен үкімет мүшелерін заңды тағайындау үшін жоғарғы кеңес пен президент жарлығы керек. Мен қажетті жарлықтарға қол қоюға дайынмын. Жоғарғы кеңесінің қаулысын күтемін, деді ол. Сооронбай Жээнбеков парламент мүшелері өз міндеттерін атқару үшін құқық қорғау органдары жоғарғы кеңес депутаттарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуі тиіс, деді. Бірде-бір қызмет мемлекет тұтастығы, халық бірлігі мен қоғам тыныштығынан биік емес. Бізге қазіргі жағдай тез арада құқық аясына баруымыз керек. Атқару билігін заңды түрде бекітіп алсақ, мемлекет заң аясына оралады. Одан соң мен де Қырғызстан Республикасының президенті қызметінен кетуге дайынмын, деді Жээнбеков. 6 қазан қараған түні парламент сайлауының нәтижесіне наразылық топ Ақ үй мен парламент ғимаратын басып алған. Содан бері президент Сооронбай Жээнбеков көпшілік алдынан шыққан жоқ. Бірақ оның баспасөз қызметі мемлекет басшысының атынан үздіксіз мәлімдемелер жариялап отыр. Баспасөз қызметі оның Бишкекте екенін, Қырғызстан аумағынан шықпағанын айтқан. Бастапқыда Жээнбеков саяси күштер билікке басып алуға тырысты деп наразыларды айыптаған. Кейінірек олармен келіссөзге дайын екенін мәлімдеді. 4 қазанда өткен парламент сайлауының нәтижесімен келіспеген партия мүшелері оның отставкасын талап еткен еді. Кейінірек жоғарғы кеңес бірқатар депутаттардың импичмент процедурасын қолға алғаны белгілі болды. Ізінше заңгерлер де Сооронбай Жээнбековты қызметінен кетуге шақырған. Халайық, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздердің лайк басып тіркеліп комментарий қалдырғаныңыз біз үшін үлкен қолдау. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.